Шашыңа шашпау тағып жатырмын. Әдемі болсын, сен әдемі қыз болып өссін деп әдемілеп соны шашпау тағып жатырмын шашыңа. Мынау қызым шекелік, сенің әдемілік үшін тіл көзден сені сақтасын, әдемі қыз болып өссін деп. Мынаны көзім жетпейді, көмектесесің бе қызым? Әже, қандай әдемі, сізге рахмет. Анашым, бізде балабақшада Казу мен Тақия кейіпкерлерді айтты. Тікпеңіз. Жақсы балам, екеуміз бірге әжемнен көмек сұрайық, жарай ма? Әже, мынау не жасы? Бұл үкі. Мынауны басыңа тақия тігеміз, сол тақияға сәндік үшін, әдемі болу үшін, сол үшін тағамыз. Аслым, қызым келе ғой. Міне сенің камзолың мен тақияң дайын болды. Міне қызым, әжем екеуміздің саған балабақшаға киетін ұлттық киімді дайындап болдық. Бұл киімді біз қазақтың ұлттық ою-өрнектерімен безендірдік. Тақиянды киелі үкімен әрлеп, сені тіл көзден сақтасын деп, және сәндік үшін қолдансын деп, осылай әрлеп бердік. Енді бұл балабақшаға апарып киюге болады. Әже, сізге рахмет. Анашым, сізге де рахмет. Мен енді әдемі болдым.